Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бірге балқаймақ арнасы. Бүгін біз өте жұмсақ болып шығатын, бір жасағаннан 1-3 пирог дайын болатын тесті дайындаймыз. Ол үшін майымызды осылай өлшеп алатын боламыз. Және ыдысымызға осы үй температурасында ерітілген майымызды салып, барлық керекті құрамдардың бәрінде өлшеп дайындап алып, бір қамырдан 3 түрлі пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн, майымыз және шекер, керекті заттың бәрін барлығында описание бөлімінде жазып кететін боламын. Содан қарап жасасаңыздар, бір қонақты атқаратындай 3 түрлі пирог шығатын болады. Енді жасауына кірісетін боламыз. Неке ыдысымызға үй температурасына жылытылған майымызды алдық. Жұмыртқамызды салып, әбден араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін шекерімізді де салып, әбден біркелкі масса шыққанша осылай араластырып аламыз. Венчиктің көмегімен де араластырсаңыздар болады. Және өлшеніп алған ұнымызға қопсытқыш қосып, қамыр қопсытқышымызды қосып, араластырып алып, осындай аз-аздан салып отырып, әдемі жүп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Неке осылай ұнымызды салып отырып, біртіндеп салып отырып, қамырдың жұмсақтығын қолдың көмегімен байқап отырып, осындай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Неке жүп-жұмсақ эластичный қамыр пайда болды. Енді осы қамырымызды мұздатқышқа қойып алып, енді таразының көмегімен 3-ке бөліп аламыз. Мінеке менің қамырларым 390 граммнан келді. Әрқайсысы осыны 3-ке бөліп, 3 түрлі пирог дайындайтын боламыз. Осындай табанның көмегімен әдемілеп қамырларымызды біртіндеп жая бастаймыз. Мінеке жайып шыққан қамырымызға мен қазір восточный пирог дайындайтын болам. Ол үшін осындай мейіздерімізді әдемілеп жуып кептіріп аламыз. Оның үстіне жаңғақтарымызды шамалы ұнтақтап саламыз. Ірілер болса, осындай қолдың көмегімен ұсақтап бөліп жіберуге болады. Және осындай сгущенканың сұйық түрін пайдаландым, ыдыстағы түрін. Осыны әдемілеп құйып, енді пешіміздің қызу температурасына қарай, әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан, пешке беті қызарғанша, яғни қамырымыз қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Барлығында описание бөліміне жазып кетемін. Барлық құрамдардың мөлшерін, отта ұстау мөлшерін бәрін жазып кетем. Сондықтан менің рецебіме қарап жасасаңыздар, керемет 3 түрлі пирог дайын болады. Мінеке енді екінші пирогымыздың салмасы бізде салмасы зебра пирогына дайындалатын болады. Ол үшін ыдысымызға творогымызды, жұмыртқа және қаймағымызды салып, шекерімізді салып, осылай араластыратын боламыз. Неке енді творогымызды блендердің көмегімен
ұнтатып аламыз. Ұнтатып алғаннан кейін үстіне татымына қарай ванилин салатын боламыз. Енді осы ванилин салғаннан кейін кішкене араластырып жіберіп, осы массамызды енді екіге бөлеміз. Міне массамызды екіге бөліп аламыз. Бөлгеннен кейін енді жүгері крахмалын екі ыдысымызға да бір-бір қасықтан бөліп салатын боламыз. Крахмалымызды салып алғаннан кейін әдемілеп араластырып, екеуін де араластырып дайындап алғаннан кейін екінші ыдысымызға енді какао ұнтағын салатын боламыз. Екінші салмамыз да дайын. Бұдан зебра пирогын жасайтын боламыз. Енді дайын тұрған тестамыздың үстіне қасықтың көмегімен бір ақ тестадан, бір қара тестадан салып отырып, зебраны дайындайтын боламыз. Менің енді ақ тестам осылай сұйықтау болды. Ал екінші тестам какао салғандықтан ба осылай қойыртпақ болып қалды. Дегенмен де дәмі керемет тәтті болып шықты. Өйткені табиғи үйдің творогынан дайындалғасын керемет тәтті дәмді пирог болып шықты. Мінекей осыны шпажканың көмегімен бөліп жібердім, арасына араластырып. Дегенмен дәмі өте дәмді болды. Шамалы түрі келіспегенмен дәмі ерекше тәтті болып шықты. Енді үшінші начинкамызды дайындаймыз. Ол енді мен өзімнің қалауыммен тағы да осындай творогқа тары және ірімшік қосып жасадым. Творогымызға қаймағымызды салдым, қантымызды салдым және жұмыртқамызды салып осылай араластырып алдық. Әдемі масса болғанша біркелкі араластырып алғаннан кейін енді ванилин дәміне қарай салдық. Керемет болып шығатын бұл пирогты сіздер де жасап көріңіздер. Бір жасағаннан жұп-жұмсақ болып пісетін бұл пирогтар ерекше дәмді. Қазіргі кезде қонақтықтың көп уақыты қыс мезгілі. Сондықтан бір қонақты атқарып шығатын осы үш түрлі пирогты дайындасаңыз, уақытыңыз босқа кетпейді. Мінекей енді үстіне дәміне қарай жүгері крахмалын қосамыз және оны блендердің көмегімен әдемілеп араластырып дайындап қоямыз. Енді тарымызды, осындай кішкене тарымызды суға жуып бөктіріп алдым. Енді оны да араластырып үстіне дайын тұрған қамырымыздың үстіне салатын боламыз. Және бұл пирогтарды әбден суымайынша табадан шешуге болмайды. Сондықтан пісіп болғаннан кейін, әбден суығаннан кейін түсіріп алсаңыздар, өзінің формасын сақтап, әдемі ерекше пирог болып шығады. Енді мен қызыл ірімшікті осылай қолмен ұнтатып, ұсақтап салып шықтым. Бұл менде қолдан мәйекпен дайындалған ірімшік болғандықтан осындай ұсақтары көптеу болады. Осындай ірімшіктерімізді әдемілеп орналастырып шықтым. Енді қызып тұрған пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Егер менің осы видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген қызықты видео рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей біздің пирогтарымыз осындай әдемі қып-қызыл болып пісіп шықты. Бұларды әбден суығаннан кейін кесіп, әдемілеп
араластырып қойсаңыз, бір дастарханда ашатын осындай 3 түрлі пирогымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.